Жатар алдында не істейтіндігімізді бір еске түсірейікші. Email поштамызды тексеру, әлеуметтік желілердегі жазбаларға соңғы рет қарау, крем жағу, интернетке кіру, дәрі-дәрмектерімізді қабылдау. Тізімге басқа да нәрселерді көптеп жазуға болады, бірақ осы дағдыларымызға жаңаларын да қосуға болады. Олар осыдан 14 ғасыр бұрын ғаламға рахым жаршысы ретінде келген Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның мақұлдаған істері. Айталық, төсекке жатпай тұрып дәрет алу, Ясин және Сәжде сүресін оқу, немесе тамақтың бетін жабу осылардың қатарындағы істердің кейбірі ғана. Бұларды істеп жүргенде ұйқым қашып кетер деп ойлауыңыз мүмкін. Алайда оған небәрі 20-25 минут қана кететінін, әрі оның ақыретке жасалған салым екенін ескерген дұрыс. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам төсекке бас қоярда бисмилланы айтып барып, есікті жабу керектігін ескерткен. Өйткені шайтан бисмиллямен жабылған есікті аша алмайды. Бұдан бөлек, тақтаймен болса да бисмилля айтып, су немесе тағам салынған ыдыстардың бетін жабуды ұсынған. Ғалым Ибн Хажар бір тақтаймен болса да ыдыстың беті жабылу керектігін былай түсіндірген. Меніңше, бұндағы сыр сол тақтаймен жабарда айтылатын бисмилля сөзінде жатыр. Бетінің тақтаймен жабылуы сол мезет бисмилля деп айтылғандығының белгісі. Беті жабық болғаннан осыны түсінген шайтандар әлгі ыдысқа жоламайтын болады. Басқа бір хадисте жылына бір түн бар. Сол түнде оба жауады. Егер беті ашық тағам немесе су ыдысына дәл келсе, әлгі оба міндетті түрде оған да жұғады деген. Бұл түннің қай түн екендігінің айтылмауы ыдыс беттерін барлық түндерде жауып жүруге мән беру керектігін білдіруде. Бұған қоса беті ашық ыдысқа сәт сайын көзге көрінбейтін шаң мен микроб түсетіні де күмәнсіз. Расулалла саллаллаху алейхи уассалам жатпай тұрып Құран кәрімнен кейбір аят пен сүрелерді оқитын. Бақара сүресінің бастапқы бет және соңғы 3 аяты, яғни Амана Расул, Аятул Курси, Ясин, Сәжде, Мүлік пен Кафирун сүрелерін қырағат ететін, яғни оқитын. Ардақты елші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жамандықтардың алдын алу үшін кейбір сақтық шараларын жасап, солай істеу керектігін білдіретін. Айталық, қарауыл қойылмаған тамда ұйықтауға тыйым салып, ұйықтамай тұрып әуелі үйлердегі от пен жарықты сөндіру керектігін айтқан. Жатын орынға бір қарап, қандай да бір зиянды жәндіктің бар жоғын бақылауды, әлдебірін төсекке жатарда киімінің бір шетімен төсегін сілкісін. Өйткені өзі тұрып кеткеннен кейін төсегіне қандай зиянкестің кіргенін біле алмайды деп ескерткен. Осы сияқты пайдалы видеолардан хабардар болып отыру үшін каналға тіркеле кетіңіз.